Йодтың жетіспеушілігі ағзада денсаулық қайтарлықтай зиян тигізеді. Себебі қалқанша йод қалқанша бездерінің дұрыс жұмыс жасауына өте маңызды. Егер қалқанша без дұрыс жұмыс жасамайтын болса, түрлі дерттерге әкеп соғады. Мысалы, зоб, қалқанша бездерінің аурулары зобқа, гипотиреозға, одан кейін егер зияткерлік ойдың дамуының азаюына алып келіп соғады. Балалардың ақыл ойының кішкене кемістігі пайда болуы мүмкін. Ал ересектерде мысалы тез ашуланшақ, есте сақтау қабілеті нашарлау деген сияқты. Балалардың дамуы кішкене тежеледі. Ал жүкті әйелдерде йодтың жетіспеушілігі түсік тастауға алып келуі мүмкін. Немесе туа біткен ақауларға балалардың өсу, ақыл ойының баяу дамуы сондайға әкеледі. Одан кейін иммунитеттің әлсіреуіне алып келеді ағзадағы йодтың жетіспеушілігі. Жиі суық тиеді, содан кейін көп жөтелгіш болады, сондай. Ал тері мен шаш мәселесіне де йодтың алатын рөлі өте зор. Өйткені тері құрғақ болып, тырнақтар сынғыш болып, шаш түскіш болып кетуі мүмкін. Психологиялық жағының да бұзылуына алып келеді. Өйткені адамдар йод тапшылығына душар болған адамдар тез ашуланшақ болады, депрессияға тез түскіш болады, апатияға түсіп кетеді дегендей. Қандай шешім қабылдаймыз осы мәселеге қарап? Йодқа бай тағамдарды тұтынуымыз керек. Ал енді қазір йодқа бай тағамдарды, мысалы, кез келген адам күнделікті морепродукты дейміз ғой, сондай жеп жатқан жоқпыз. Енді ағзаға йод жеткілікті болу үшін йодтан күнде шай қасықпенен бір қасық, таңертең түстен кейін шай қасықпен бір қасық жеп отыратын болсаңыз, сіздің ағзаңызға қажетті йодтар беріледі. Сондықтан дәл қазіргі кезде бұл йодтарды қайдан ала аламыз? Ричинс компаниясына ала аласыздар. Мен астына телефон жазам, бағасын жазам, хабарласыңыздар.